Анамыздың рухына бағышталған жылдық еске алу дұғасы. Жүнісқадыр келіні Дегенбай қызы Борангүл. 1942 жылдың 1 мамыры, 2024 жылдың 30 маусымы. Нұрлы бейнең есте қалар мәңгілік. Дауысыңда құлақта тұр жаңғырып. Арамызда жоқтығыңды білсек те, келетіндей арман менен сан үміт. Перзент үшін мейірімнен жиған гүлі, қымбат еді ең асыл сыйдан құны. Дегенбай қызы Борангүл анамыздың мәңгілік тірек болсын иман нұры. Анашымдай үлкен жүрек жанашырдың, орны биік екен ғой әр асылдың. Жеті бала өсіріп тәрбиелеген, жайсаң болмас жан әлемі анашымның. Сағынамыз істерімен ізін әр сәт, анашымның жарқын нұрын ұсынар шақ. Ағайынды 5 бауыр мен немерелер, қалды қазір бәрі шіркін жүзін аңсап. Әке анадан өте жастай ажырап, айырылу қайғы емес қой азырақ. Жетім қалып өскен менің анашым, өмірдегі мейірімнің азын ап. Жастайынан ой түйген жанға бекем, ниетінен әрісі жанған екен. Әкемізбен 16 жасында анам отау болып болашаққа барған екен. Ізгілікке шын пейілмен ерген адам, жақсылыққа жүрегімен сенген адам. Сиыр сауып фермада маңдай термен, 7 перзент өмірге әкелген анам. Текті тәрбие қашанда нәрге сіңген, қалдырмады қатар құрбы бар көшінен. Сұлу шаш, Ержан, Біржан, Нұржан, Мәлік, Мәжит Мәдинасы, қанат қақты анасының тәрбиесінен. Қайсарлықтың танытып үлгісін бар, мол бейнетпен перзенттерге нұрды сынар. Сиыр сауып жүрақ адал іспен, 7 баланың қамдаған жан тұрмысын әр. Мұңайтады келіп тұрған шері сыздың, көңілдің гүлдеп тұрған көгініздің. Қолы ашық, кісіге болсын дейтін, адамдардың абзал еді анам біздің. Ақ жарқын, бәріне адал бола білген, көп ішінде жайсаңдықпен дара жүрген. Табан ақы, маңдай тердің бейнетімен, жүргеніне куә болдық бала күннен. Әрбір сәті біздер үшін жарқын еді, отбасым деп тұратын бар тілегі. Меккеге де қажылыққа табан тіреп, риза көңіл ілтипатпен келген еді. Адамдардың Алладан ғой түйір баға, тағдыр деген пенделік жиындыға. 82 жасында өтті анамыз, қалған ғұмыр ортамызда бұйырмады. Балалары артында қалды жылап, анашымыз кеткенде мәңгі жырақ. Асқар таудай саялы алтын ана, жаныңызға мекен болсын мәңгі жұмақ. Ана деген алқабы алтын нұрдың, ана арқылы өмірдің парқын білдім. Менің анам аяулы еді бәрінен де, сәулесіндей жарқырайтын алтын күннің. Анамыз жоқ, қасымызда еркелейтін, ұлықтайтын алып жүріп кеңге кейпін. Бұйрық шіркін келмеске алып кетті, анашыма әлем нұры тең келмейтін. Жан еді ғой, мол бейнетті арқалаған, Алла салған сынақты артады адам. Балаларын мәпелеп өсірсем деп, тілегімізді орындады әр қалаған. Қайсарлықты таныталды ісімен, қымбат еді ағайындар үшін. Бар қиындық атаулыны жеңген адам, Алла берген қажыр қайрат күшімен. Балаларын бар мейірмен аялайтын, ана деген асқақ нұрын аямайтын, қарапайым жанын бізге арқау етіп, болмысымен дәлелдейтін аян айқын.
Қазір қалды орны өңірейіп, қайғы деген тұрар неге бәрін үйіп. Өмірдің талай сынын өткерсе де, ажал деген алды бұйрық тағы биік. Жылда толды ортамыздан кеткеніне, не жетеді тіршіліктің көштеріне. Ақ жаулығы желбіреп отыратын оралады бар ұрпақтың естеріне. Ұрпағына түйген талай шыбын жанын, анашым-ау, баршамызға сырың мәлім. Мейірім мен иманның бейнесінде анашымнан ұлылық ұғынамын. Адамның жалғанғандай тынысы еппен анашымыз тәрбиемізді дұрыс еткен. Бел қайсып біздер үшін бейнеттенсе, зейнетіне Алла да оған ырыс еткен. Ана деген ақ жаулықты тағыңызға, бас иеміз өмір берген бағымызға, Алладан жұмақтығын сұрау менен дұға қылып жүреміз жаныңызға. Ана деген ардың биік дара таңы, көңілінен өмірге дем таратады. Мынау байтақ әлемде жалғыз ғана қасиетті қисапсыз ана тағы. Аналардан ұғатындай бар бақыт адам, жайсаң мінез қалпынан тамбаптанам. Біздер үшін болсын деп таң атқаннан, ақ жүрекпен әр баласын ардақтаған. Қайсарлықтың көрдік биік айбынын да, кезіксе де тағдырында қайғы мұңға. Біз алаңсыз жүрген шіркін екенбіз ғой, ана деген дарияның айдынында. Сол бір ғажап, мейірбан қайда лебі, өкініштің өртейді майда демі. Бейнеттің бәрін жеңіп өткен адам, біздер үшін өз өмірін қойған еді. Жақсылықтың қойып кеткен тағын үстем, жүректерде қимастық пен сағыныштен. Орын ойсырап тұр міне кеткен кеше, жүрек неге жылай берер сағынышпен. Анашым-ау, ақ пейілін әппақ еткен, ғұмырында адалдықты сақтап өткен. Адамдық пен кісі сыйлау құрмет тұтып, тәрбиесін алғанымды мақтан етем. Жүрсе ғой деп жылдан есейін таңнан аман, тілегіміз көп еді ғой қол қалаған. Менің адам деп айтатын жан ғой асыл, бар бейнетті екі қарқалаған. Бір адамды жамандар жасқамайтын, бір адамның көңілін ластамайтын. Ол менің анам тәрбиесі алтын, ол менің анам асқар айқын. Балаларға махаббаты биік еді, бар қамқорлық жүрегіне сыйып еді. Туыстардың баршасын теңдей көріп, орны бөлек, салмақ деді сыйы тегі. Бейнесі көркем еді сірә тұнық, жарық күндей батқан жан шыға тұрып. Пейіштің төрін бер деп жаратқаннан, еске аламыз бәріміз дұға қылып.
жадырап жанымызда жыр жанашыр, жыр жанашыр. Анашым ақ жүрегім, мақтаным мәңгі менің, табамын жанарыңнан жаралы жаным менің. Тағдырға шыдап көңіл күш беріп қуат беріп жанымды жылытасың, күн болып шуақ төгіп. Бабамды еркелетіп, бағымды көркем етіп, көгімді күндей болып күн жанашым. Сүйейін қолыңды ұстап, жұмақтың жолын нұсқап, жадырап жанымызда жыр жанашыр, жыр жанашыр. Бақыт қой сенің барың, сен жоқта көңіл жарым, келесің бәрімізге ұқтырып өмір мәнін. Балам деп еркелетіп, бағымды көркем етіп, көгімде күндей болып күн жанашыр. Сүйейін қолыңды ұстап, жұмақтың жолын нұсқап, жадырап жанымызда жыр жанашыр, жыр жанашыр. Балам деп еркелетіп, бағымды көркем етіп, көгімде күндей болып күн жанашыр. Сүйейін қолыңды ұстап, жұмақтың жолын нұсқап, жадырап жанымызда жыр жанашыр, жадырап жанымызда жыр жанашыр, жыр жанашыр.
келгені кеудеңе сыйғандай даланың дархан кеңдігі көңілі гүл көктем мейірімді жан еткен түн ұйқын төрт бөліп бесік тербеткен анаңды сүйсең менше сүй бабамның антындай хауана қалпындай пейіліңмен мың жаса сарқылмай кіршіксіз жүрегің алтын десе алтындай көңілі гүл көктем мейірімді жан еткен түн ұйқын төрт бөліп бесік тербеткен анаңды сүйсең менше сүй Analarımız aman bolsun. Балаларым, қыздарым айналайын. Пенеттің зейнеті болады деген міне осындай қалға жеттім айналайын. Сендер де пенет етіп, бадал пенетпен зейнетке жетіңдер. Зейнеттің рақатын көріңдер жандарым. Адал еңбек жақсы екен, адалдығын көрсетеді екен. Міне Аллаға, халқыма, еліме ырзамын айналайын. Мені өстіп құрметтеп жатқан Лөгібай районына ырзамын. Қыздарыма, келіндеріме, шөберелеріме, немерелеріме барлығына денсаулық тілеймін. Айналайын бақытты болыңдар. Тілейтінім сол. Нұрсаз қызым, азамат балам, жаңа келген жаңа жылдарың құтты болсын. Денсаулық берсін Алла Тағала. Жаңа табыс әкелсін жаңа жылың. Әрқашан биіктен көрініңдер. Алла жақсылығын берсін. Құдай оңласын, әруақ қолдасын. Еш жаманшылық болмасын.